Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ұлмекен. Бүгін біз осы видеода әртүрлі размерде оңай тоқылатын слидилерді тоқып үйренетін боламыз. Мінекей мынадай әртүрлі размерде жүреді. Мына екі кішкентайы жаңа туған жас нәрестелерге тоқсақ болады. Және де біздер осы видеоның соңында мынадай қонышын әрлеуді тоқып үйренетін боламыз. Екінші түрі мінекей мынадай түрін үйренетін боламыз. Осы екінші сыңарына тоқып үйрететін болам. Және мына слидиді тоқып, осы слидидің қонышын әрлеуді үйренетін боламыз. Яғни 3 түрлі узормен. Мен мына слидидің екінші сыңарын тоқитын боламын. Бізге ол үшін екінші номерлі крючок қажет болады, қайшы қажет болады, және менде ирандық жіп 100 граммда 350 метр болады. Мен қазір көк жіпті пайдаланатын боламын. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Сұқ саусағымызбен одан кейінгі саусағымызға жіпті орап, жіпті крючоктан шығарып аламыз да 3 воздушный петля көтереміз. Жібімізді крючокқа орап, шеңбердің ішіне кіргізіп, жұмыс жібін алып, алғашқы 2 жіптен өткіземіз, одан кейінгі 2 жіптен өткіземіз. Бізде 2 столбик пайда болды. Енді осы 2 столбикті біз барлығы 12-сін тоқимыз. 3 столбик, 4 столбик, 5 столбик, 6 столбиксына кидім, 7 столбиксына кидім, 8, 9, 10, 11 және 12 столбиксына кидім. Қысқа жібімізді тартамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Үшінші воздушный петлямен біріктіреміз. Жай ғана біріктіру петлясын орындаймыз. Екінші қатарымызда 3 воздушный петля көтереміз. Жібімізді крючокқа ораймыз. Және келесі петляға 2 столбиксына кидім тоқимыз. 1 столбиксына кидім. Осы петляға екінші столбиксына кидімді тоқимыз. Келесі петляға да дәл солай 1 столбиксына кидім. Осы петляға екінші столбиксына кидім. Келесі петляға да солай бірінші столбиксына кидім. Екінші столбиксына кидім. Келесі петлямызға да бірінші столбиксына кидім. Осы петлямызға екінші столбиксына кидім тоқимыз. Келесі петлямызға да бірінші столбик және екінші столбиксына кидім. Осылай әрбір петляға 2-2-ден тоқып шығамыз. Мінекей соңына келдім. Алғашқы 3 воздушный петля шыққан жерден 1 столбиксына кидім тоқимыз. Және 3-ші воздушный петлямен біріктіріп аламыз. Екінші қатар бізде аяқталды. 3-ші қатарда да 3 воздушный петля көтереміз. Және келесі петляға 1 столбиксына кидім тоқимыз. Жібімізді крючокқа ораймыз. Келесі петляға 2-ін тоқимыз. Осыған тағы 1-ін тоқимыз. Мінекей келесі петляға 1 столбиксына кидім тоқимыз.
келесісіне мына петляға бір столбик накидім, және осы петляға тағы бір столбик накидім тоқимыз. Келесі петляға бір столбик накидім тоқимыз. Келесі петляға 2 столбик, 1, 2. Келесісіне бір столбик накидім тоқимыз. Осы петляға, мына петляға 1, және осы петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Келесіне бір столбик накидім тоқимыз. Келесіне бір столбик накидім, осыған тағы бір столбик накидім тоқимыз. Осылайша бір столбик накидім, 2 столбик накидім деп алмастырып, өзіміз тоқып шығамыз. Қатардың аяғына келдім. Бірінші қатарда 12 столбик болды, екінші қатарда 24, ал үшінші қатарда бізде 36 столбик болды. Және үшінші воздушная петлямен біріктіріп аламын. Біріктіреміз. 3 қатарды аяқтадым. 4-ші қатарда да 3 воздушная петля көтереміз. Енді біздер әрбір петляға бір столбиктен тоқимыз. Мінекей, келесі петляға бір столбик накидім. Келесіне бір ғана столбик накидім. Келесі петляға да бір столбик накидім. Келесі петляға бір столбик накидім. Келесі петляға да бір столбик накидім. Яғни түсінгеніміздей, әрбір петляға бір-біреуден тоқып шығамыз. Яғни 36 столбикке 36 столбик накидім тоқып шығамыз. Мінекей, бір столбик накидім. Келесіне де бір столбик накидім. Келесіне де бір столбик накидім. Осылай осы қатарды әрбір петляға бір столбик накидімнен тоқып шығамыз. Сонда бізде мына тоқымамыз бұрылып, яғни кішкене бұрылыс пайда болады бізде. Ары қарай тегіс болып өсе бермейді, бұрылады. Әрбір петляға шатаспаймыз, әрбір столбикке біреуден тоқимыз. 36 столбикке 36 столбик тоқитын боламыз осы 4-ші қатарда. Сонда біздің следиіміздің, яғни бұрылыс несі пайда болатын болады. Осы қатардан бастап. Қатардың аяғына келдім. 3-ші воздушная петлямен біріктіріп отырамыз. Енді бізде 5-ші қатар. Бізде осылай шықты. Мінекей, мен 2-ші сыңармен салыстырып көрейін. Мінекей, 3 қатар алдында тоқыдық, және 4-ші қатарда бізде осылай дөңестеліп бұрылатын болады. Жоғары қарай кете беретін болады. Енді ары қарай арғы қатарларда да дәл солай 3 воздушная петля көтеріп, әрбір петляға столбикке бір-біреуден 36 столбик, яғни осы 36 столбикті ұзыннан жоғары қарай тоқи береміз. Яғни өзіміздің қонышымызға дейін тоқимыз. Менде 14 қатар тоқылды. Міне мен 14 қатарды тоқып шықтым. Осылай қараймыз. Және мынау бізде қапталы. Осылай тұрады.
осылай тұратын болады бізде слиделеріміз. Енді ары қарай жалғастырамыз тоқуды. Мына өкшесіне дейінгі бөлігін тоқитын боламыз енді біздер. Ол үшін мына сызығы бар ғой, мына сызық. Соны біздер табанына, яғни астына жібереміз слидейдің. Қатарды аяқтап біріктіріп аламыз осы жерден. Және жібімізді ұзынан тартамыз осылайша. Мына слидейдің тоқылған бөлігінен айналдырып өткіземіз осы жіптің ішінен. Яғни біздер жіпті бекітіп аламыз. Осылай бекітіп аламыз. Енді слидейімізді дәл осылай қоямыз да, алдыңғы жақ бөлігінен мына екі шетінен алдыңғы жағынан 11 немесе 12 столбик қалдырамыз. Және екі шетінен бірдей қылып 2 столбик немесе 3 столбик қалдырсақ болады. Мына жерден есептегенде менде кішкене 11 столбикпен алайын деп отырмын. 11 столбикпен алғанда сәл 1-3 столбик екі жағынан қалдыру керек екен. Мына жағынан жобамен 3-еуін қалдырдым. Енді 11 столбик санап көрейін. 3-еуін қалдырдым. Так, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10, 11. Мына жерден тағы бір маркерді белгілеп қоятын боламын. Сонда менде алды кішкене тең болды. Мен енді алдынан 11 столбик қалдырдым және арты 25 столбик болады. Енді артынан бастап біздер тоқитын боламыз. Мына маркер тұрған петлядан кейінгі мынау маркер тұрған петля, содан кейінгі петляға, яғни маркер тұрған петляға емес, одан кейінгі петля тұр ғой міне. Столбик. Мынадан кейінгі петлядан аламыз да, жібімізді шығарып аламыз. Мына жерде жіп тартылып кетпесін, осылай кішкене бостау қылып аламыз. Осы жерден енді 3 воздушная петля көтереміз. 1-еу, 2-еу, 3-еу. Тоқымамызды бұрамыз. Енді осылай екі шетін жағынан 25 менде. Мына жіпті ортасына жасырып кетеміз. 25 столбик тоқитын болам. 2-еу, 3-еу, яғни столбик сынакиден тоқып атырмыз. 4-еу, 5-еу, 6, 7-еу, 8, 9-шы столбик сынакидім. 10-шы столбик сынакидім. Қосылған жіпті қазір жасырып кететін болам ортасына. Келесін тоқимыз. Менде 11 болды. 12-ші столбик сынакидім. Яғни менде өкшесіне дейін астыңғы бөлігінде 25 столбик болды. Мен алдына 11 столбик тастадым және табанына 25 столбик тастадым. Сіздер табанын 24 қылып, алдыңғы бөлігін 12 қылсаңыздар да болады. Осылайша қатардың соңына дейін әрбір столбикке бір-біреуден столбик сынакидімнен тоқып шығамыз.
менде соңғысы 24 және мына петлямен 25-ші столбик болды. Яғни маркерге дейін тоқимыз. Енді 3 воздушный петля көтереміз, тоқымамызды бұрамыз. Енді осылай біздер мына жіпті мен қиып тастайын қазір. Ішіне және мынаны қазір жасырып кетем. Енді осы әрбір 25 столбиктің үстіне бір-біреуден дәл солай 25 столбик накидін тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-ші столбикке тоқиын деп жатырмын. 14, 15 столбик накидім. 16-шы столбик накидім. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 және соңғысы 3 воздушный петляның үстіңгі бөлігіне 25-ші столбикті тоқимыз. Осылайша санап отырып, біздер шатасып кетпейміз. 25-ке 25 столбик тоқуымыз керекпіз. 3 воздушный петля көтеріп отырамыз. Әрбір қатарда өкшесін 2 маркерге дейін айналдырып отырып өзіміз қажетті қатарымыз тоқимыз. Мен 8 қатар тоқитын боламын. Яғни 8 қатарды арғарай өзіміз тоқып шығамыз. Мына жері. Бізде мына өкшесіне дейінгі жері болады. Осыныға дейін өзіміз тоқиық. Мен 8 қатар тоқып шықтым. Мен бұны қызыма арнап тоқып жатырмын. Яғни бұл слиди бізде подростық қыздардың размеріне болса болады. Ал егер сіздер үлкен размерге тоқсаңыздар, кішкене 2-3 қатар тоқсаңыздар болады. Енді мен қосамын мына өкшемізді. Бірінші петляға алып, жай ғана столбик без накида тоқимыз. Әрбір қатарда, яғни әрбір петлямыздан жерде бітіп ашатын болсақ көрінеді бізде. Екінші столбиктің арасындағы петлянан екеуін қатарынан өткізіп, жібімізден жай ғана столбик без накида тоқып шығамыз. Осылайша біздер слидиімізді біріктіреміз. Екеуін қатар, екі қабырғасын бірге қатар аламыз. Қарап отырып.
келесісінде дәл солай екі қабырғасын бірге алып, столбик без накидамен біріктіріп шығамыз барлығын. Окей, соңғы бөлігі қалды. Біреуін тоқимыз және соңғысын тоқимыз. Окей, осылай шығады бізде. Енді бір петля көтеріп қиып тастаймыз. Жүгімізді қиямыз. Сөгітіліп кетпеу үшін жақсылап тартып бекітіп аламыз. Және мына жіптің араларына мына жерлерден өткізіп жасырып тастаймыз крючоктың көмегімен. Неке мен болдым. Бізде осылай шығады. Оң қаратқанда осындай болып шығады. Екінші сыңары. Тоқып болдық. Енді біздер мына жерінің ұзын тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін маған ақ жіп қажет. Және осылай айналдырып біздер екі түрлі узормен тоқып үйренетін боламыз. Мен маркерлерімді алып тастадым. Және бізге қажетті жіп тоқымамына следиміздің артқы бөлігінен жібімізді шығарып аламыз. Бір воздушная петля көтереміз осы жерден. Біреу. Және мына үлкен тесік тұр, келесі петля болады бізде. Және ақ жібімізді жасырып кетеміз. Осы жерден жұмыс жібін тартып аламыз да, кеңдеу бостау қылып тартып, осылай крючогымызды айналдырамыз. Және осы жерден жұмыс түбін тартып шығарамыз. Келесі үлкен тесік келесі петля. Содан да жібімізді алып, кішкене бостау тартып аламыз да, крючокты айналдырамыз. Және жұмыс жібін тартып шығарамыз. Неке. Келесісіне де дәл солай. Яғни без накидамен тоқып атырмыз біздер. Крючокты айналдырамыз. Және жұмыс жібін тартып шығарамыз. Осылай бізде айналған узор шығады. Келесі петлямызға да дәл солай жұмыс жібін аламыз. Крючокты айналдырамыз. Және жіпті тартып шығарамыз. Неке біздерде үлкен тесіктер петлялар саны болып есептеледі. Жібімізді бостау қылып кішкене тартып аламыз. Крючогымызды айналдырып отырып тоқи береміз ары қарай. Әрбір петляға, неке ана алдымызға келдік. Енді мына әрбір петляға тоқитын боламыз. Следидің алдыңғы бөлігі жағынан. Жібімізді шығарып алып, бостау қылып тартып аламыз да, крючокты айналдыра отырып тоқимыз. Келесі петляға да дәл солай. Осы қатарды осылай қайталап, аяқтап шығамыз. Жібімізді алып, крючогымызды ораймыз. Дәл осылай тоқи береміз. Әрбір петляға бір-біреуден тоқитын боламыз. Яғни бізде бұл узордың ерекшелігі без накида, столбик без накидан аламыз да, бірақ крючокты айналдырып, ура отырып тоқимыз. Неке осындай узор шықты бізде, әдемі узор.
әрбір петляға біреуден тоқитын боламыз. Осы қатарды аяқтайық. Бірінші қатарымды аяқтап, алғашқы ақ жіптегі петлямен біріктіремін. Және екінші қатарға бір воздушный петля көтереміз. Мінекей, мына екі узордың ортасында бір петля пайда болды. Дәл солай крючогымызды айналдырып, екінші қатарды бір қайталап шығамыз. Мінекей, мына екеуінің арасында тағы бір петля бар. Мінекей, кеңдеу қылып аламыз, крючогымызды айналдырамыз. Және жұмыс жібін осы жердегі петлядан тартып аламыз. Келесі петля. Мінекей, крючогымызды айналдырып. Келесі петляға да тоқимыз осылай. Айналдырып отырып тоқимыз. Яғни осы слидимізге екі қатар тоқып шығамыз осылайша. Екінші қатар бізде осылай қайталанып жатыр. Мінекей, мыналардың араларынан біздер осылай крючокты айналдыра отырып, соңына дейін тоқи берейік өзіміз. Қатардың соңына келдім. Мына бірінші петлямен біріктіреміз де, бір петля көтеріп, жіпті қиып тастаймыз. Яғни жібімізді қиып, жақсылап бекітіп аламыз. Жіпті жасырып тастаймыз. Осылай жібімізді жасырамыз. Мен бірінші слидидің узорын тоқып болдым. Қонышына арналған узорды. Осындай өте әдемі слиди шықты. Және екінші слидиіміздің қонышын мынадай түрлі узормен тоқитын боламыз енді. Мен ақ жіпті пайдаланамын. Мына слидиіміздің артынан дәл осы жіпті бір петля көтереміз. Воздушный петля көтеріп аламыз. Және келесі петляға кішкентай тесік болып тұр бізде. Соған столбик без накида тоқимыз. Мына үлкен тесікке столбик без накида тоқимыз. Келесі петля кішкентай тесік, столбик без накида. Келесі петля үлкен тесік. Мына ақ жіпті жасырып отырамыз. Столбик без накида. Келесі петляға столбик без накида. Және келесі мына үлкен тесік, столбик без накида. Келесіне мына кішкентай тесікке тоқимыз петля. Оған да столбик без накида. Келесі петляға столбик без накида. Яғни әрбір үлкенді кішілі тесікке петляларға столбик без накида тоқып шығамыз. Қатардың аяғына келіп, бірінші қатарды біріктіремін. Енді екінші қатарда негізгі узорымызды жасаймыз. Ол үшін біздер 3 воздушный петля көтереміз. 2, 3. Және бірінші, мінекей, мына бірінші қабырғасы мен одан кейінгі тұрған бірінші қабырғасына бірге алып, жай ғана біріктіреміз. Осылай. Мінекей, енді келесі екі петляны біз столбик без накидамен тоқимыз. Мінекей, бірінші петлясы столбик без накида. Және келесі петляны столбик без накидамен тоқимыз. Мінекей, столбик без накида. Және келесі петляны 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 столбик без накида. Және келесі петляны
Енді үшінші петля тоже столбик без накида тоқимыз, және осының үстінен 3 столбик тоқимыз. 3 воздушная петля тоқимыз. Бірінші қабырғасы және алдыңғы екі қабырғасынан алып, жай ғана біріктіреміз. Бізде осындай бір столбик без накида, екінші столбик без накида, үшінші столбик без накида, және осының үстіне үшеуін тоқимыз. 3 воздушная петля, және бірінші петляның бергі екі қабырғасынан жай ғана өткізіп, тоқымаймыз, тек біріктіріп аламыз. Келесіне де екеуін тоқимыз, столбик без накида, екінші столбик без накида, және үшінші столбик без накиданы тоқимыз. Осының үстіне үшеуін тоқимыз да, бірінші петлямен жай ғана біріктіреміз. Бізде осындай әдемі узор шығып жатыр. Ары қарай өзіміз қайталап жалғастыра береміз. Қатардың соңына келіп, екі столбик без накидамен біріктіріп, жібімізді қиып тастаймыз да, жақсылап бекітіп, түйіндеп, жіпті жасырамыз. Менде осындай әдемі екі түрлі узормен, қонышы екі түрлі узормен следилер шықты. Мен мына следиді 12 столбик с накидымен бастадық, және оны екі еселеп 24 столбик қылдық. Дәл осылай осы 24 столбикті ары қарай тоқи бердік. Яғни бір жасқа, екі жасқа мына жерін немесе ұзартып, немесе қысқартып, өздеріңіздің размерлеріңізге сай тоқи берсеңіздер болады. Яғни 24 столбикпен тоқимыз. Ал енді подростық қыз балдарға, ұл балдарға мына 12 столбик, 24 столбик және 36 столбикпен тоқимыз. Яғни үлкен взрослый нелерге де 36 столбикпен тоқи береміз. Менің мына екі следиім новорожденный, яғни жаңа туған нәрестелерге 8 столбикпен тоқылды, және оны екі еселеп 16 столбикпен тоқылды. Осындай кішкентай бөпелерге 16 столбикпен тоқи берсеңіздер болады. Ал мына жерін ұзарту, қысқарту өз еркілеріңізде. Осындай әдемі следилер шықты. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Осындай әдемі видеоларды оқып үйреніп алыңыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Менің инста парақшама жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.